Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды таңғы астың рецептімен бөлісемін. Барлық керек ингредиент описанияда жазылған. Алдымен бір ыдысқа су құямыз. Оған бір ас қасық қант, бір шай қасық ашытқы салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін бетінде осындай көпіршік пайда болғанда, оған тұз салып, ұн мен қамыр қопсытқыш салып араластырамыз. Енді оған сүтімізді құйып, ешқандай көпіршіксіз бір келкі масса болғанша дейін жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын, бетін жауып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындап алайық. Ол үшін өзіңізге ұнайтын кез келген колбасаны ұсақтап, осындай ұсақ кубиктер жасап турап аласыз. Және ірімшікті де дәл солай ұсақтап турап аламыз. Енді оған ас көк немесе жасыл пияз қоссаңыз болады. Дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді табаға түбіне кішкене май жағып, 3 ас қасықтай қамырымызды құйып, осындай беті толығымен кеуіп, тесіктер пайда болғанша дейін бір жағынан пісіріп аламыз. Отты қатты шығармаймыз. Астық күйіп кетуі мүмкін. Орташа отта пісіріңіз. Енді ортасына 2-3 ас қасық салмамызды салып, видеодағындай 3 жасап, шеттерін жабыстырып аламыз. Осы рецепт бойынша менде 9 үлкен және 1 кішкентай 3 болды. Енді ыдысқа салып, немесе пештің өзінің ыдысына салсаңыз болады, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Егер барлығын бірден пісіргіңіз келмесе, мұздатқышта қатырып, кез келген уақытта шығарып, пешке салып пісіріп алсаңыз болады. Өте дәмді, тойымды таңғы асымыз дайын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіз. Ас болсын!